Англияға жұмысқа бару үшін официальный сайттарға заявка жібердіңіз, сізге жауап келді. Мысалы үшін AgriHR сайтынан осылай собеседование күнін таңдаңыз деп. Осыны көп адамдар түсінбей жатады, көп адам менен сұрайды. Кейбіреулері өзі хабарласады, кез келген уақытта деп күтіп жүре береді. Кейбіреулер осылай күнін таңдап қояды да, болды, осы күні кез келген уақытта хабарласады деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Мен осыны видеомен түсінікті қылып көрсеткім келіп тұр. Google-ға AgriHR деп жазасыз, әркім өзінің логин паролін жазып кіреді, содан кейін осылай күндер шығады, үстіп басасыз. Бұл күн бос емес, яғни уақыт жоқ деп шығады. Сонда да қайта-қайта басу арқылы уақытты ұстайсыз. Сағат обедте 1 мен 2-нің арасында қараған дұрыс. Осылай қайта-қайта басқаннан кейін үстіп уақытымен шығады. Мысалы үшін 15 күні сағат 11:00-ге мына кісінікі. Осылай агентті таңдайсыз өзіңіз. Сосын мына жақта Instagram, TikTok аккаунтыңызды белгілегіңіз келмесе, сізде жабық аккаунт болса белгілемеуге болады. Осылай таңдайсыз. Міне 15 күні сағат 11:00 бұл кісіге звондайды видеозвонокпен. WhatsApp-тан жазғанын күтесіз, WhatsApp-тан өзі агент сізге шығады.